Құрметті ағайын, сіздердің маған қойған Мұхтардың депутаттыққа сайлауға түсетін туралы сұрақтарыңызға жауап бергім келіп тұр. Мен Мұхтар Өтесті серігімді қолдаймын. Және де Инстаграм мен Фейсбуктағы көрсеткіштер көрсетіп отырғандай, халықтың бірсыпырасы көбі оны кәдімгі депутат болуға қолдайды екен. Және де Мұхтар Өтестің алла қаласа мәжіліске депутатқа сайлауға түсуге бірнеше оның мүмкіндіктері бар және оның артықшылықтары бар. Біріншісі, ол ашық адам. Яғни қарапайым азаматтан бастап облыс әкімі және де мәжіліс депутаттарымен де араласады, бәрімен де тіл табысады. Жария адам. Яғни ол былай айтқанда қазіргі уақытта әлеуметтік желінің жұлдызы. Қазір емес, бұрыннан бастап. Оның көрермендері де, оның жақтастары да өте баршылық. Үшіншісі, ол қоғамдық бақылау жасап жүрген, оның ішінде менімен бірге жасап жүрген азаматтардың бірегейі. Біздің облыста да, батыс өңірде және Қазақстанның ішінде. Төртіншісі, ол енді тарих ғылыми қызметкер және де мемлекеттік мекемеде жұмыс жасап отырып, осыны өзінің ғылыми қызметкер, тарих саласындағы мықты маман екенін көрсетіп дәлелдеп жүрген азамат. Сондықтан да осы төрт артықшылықты пайдаланып, және оның ең басты ішінде халықтың қолдауы бар. Енді бесінші артықшылығы. Осының барлығын пайдаланып, Мұхтар бауырымызға әрине болашақта болатын сайлауға түсетін жолдары бар деп өзім есептеймін. Және де біздің акиматтың болашақтағы мәжіліске сайлау болатын кезде дайындап отқан кандидат үміткерлері кімдер? Олар қоғамда бақылау жасап жүр ме? Оны халық тани ма? Және олар немен айналысады деген сұраққа егер оларды көрсететін болса, Мұхтармен салыстырсақ, көрсеткіштері әртүрлі болайын деп тұр. Енді және менен де сұрап жатсыздар, Бауыржанның ойы қандай деген сияқты. Мен немен айналысып жүрмін? Мен айналысып жүрген жұмысым ол кәдімгі қарапайым азаматтарға, қара халыққа қоғамдық бақылауды қалай жасаймыз деген сұрақты көтеріп жүрмін. Және де азаматтардың құқықтық білімін арттыру мақсатында жұмыс жасап жүрмін. Өйткені мәжіліс депутатына болсын, мәслихат депутатына болсын, мықты депутаттарды сайлау үшін халықтың өзі де ақылды, білімді және де осы билікке тікелей араласатын, биліктің иесі ретінде халық екенде өзін мойындата алатын азаматтық қоғам қажет. Соны дайындаумен жүрмін.